5 қыркүйек ұлтымыздың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылғы 31 қазандағы 689 Қазақстан Республикасында мереке күндер тізбесін бекіту туралы қаулысына сәйкес 5 қыркүйек, яғни Ахмет Байтұрсынұлының туған күні Қазақстан халқы тілдері күні болып бекітілді. Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сартүбек ауылында дүниеге келген. Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алашорда өкіметінің мүшесі. Өзге оқыған замандастары өз бастарының пайдасын ғана іздеп, ар һәм имандарын сатып жүргенде, Ахмет халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған іс үшін бір басын бәйгеге тіккен. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін шын ұлтшыл, дейді Сәкен Сейфуллин. Мұхтар Әуезов ахаң ашқан қазақ мектебі, ахаң түрлеген ана тілі, ахаң салған әдебиеттегі елшілдік ұраны, 40 мысал, маса, қазақ газетінің 1916 жылдағы қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер білім, саясат жолындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та тарих ұмытпайтын істер болатын. Оны жұрттың бәрі біледі. Бұның шындығына ешкім де дауласпайды деген болатын. Қазақ баласын ғылым білімге үндеген Ахмет Байтұрсынұлы былай дейді: балалар, бұл жол басы даналыққа, келіңдер түсіп байқап қаралықта, бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп, соларды көре тұра қалалық па? Даналық өшпес жарық, кетпес байлық, жүріңдер іздеп тауып алалық та.